Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез жасалынатын, таңғы асқа ұсынуға болатын гренкилар дайындайтын боламыз. Гренкиларымыз өте тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай үйдегі бар кез келген нан түрін қолданып, осылай кесе береміз. Бүгін осындай нан, сіздер үйде бар нанды қолдана берсеңіздер болады. Булка нан болса да бола береді. Әдетте қалып қойған нан болса да, одан да жақсы шығады. Енді осылай мен 2 жұмыртқа жарып алдым. Менде жұмыртқалардың көлемі үлкен. Сізде кішірек жұмыртқа болса, үшеу қолданыңыз. Енді үстіне шым-шым тұз қосамыз. Тәтті болғанын қаласаңыз, 2 ас қасық толтырмай шекер саласыз, немесе 1 ас қасық салсаңыздар да болады. Үстінен 1 жарты стакан шамасында сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Әдетте біз шекердің орнына 1 шай қасық тұзды толтырмай салып, солай да жасаймыз. Шекер қоспай жасасаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Енді осылай табамызға, қызып тұрған табамызға сары майымызды саламыз. Мен әдетте осылай сары майға қуырамын. Егер сізде сары май болмаса, жай ғана сұйық маймен де жасай берсеңіздер болады. Олай да дәмді болып шығады, бірақ сары маймен ерекше дәмді болады. Міндетті түрде осы сары маймен де жасап көруге кеңес беремін. Енді осылай алдын ала дайындап қойған сұйықтығымызға нандарымызды саламыз. Егер сізде нан шамалы қаттылауы болған болса, ескілеу нанға жасап жатқан болсаңыз, онда нандарыңызды алдын ала міндетті түрде сұйықтыққа 1-2 минут шамасында салып қойыңыздар. Одан кейін барып қана қуыруға бастасаңыздар, ортасы жұмсақ, өте керемет болып шығады. Одан кейін осылай қызып тұрған майымыздың үстінен салып, екі бетінен қызартып отырып, қуырып алатын боламыз. Отыңыздың астысы қатты, тым қатты болмасын, тым жайда болмайды. Орташа отта осылай екі бетінен қуырып алатын боламыз. Менен осылай 2 бөлшектен шамамен 14 дана осылай наннан шықты. Енді өздеріңіз нандарыңызға қарай қосып, тағы да жасай берсеңіздер болады. Сүтті қосу міндетті емес, бірақ та осылай қатты нан болатын болса, міндетті түрде қосыңыздар. Ал егер де осылай свежий нан дейді, жаңағыдай жаңа пісіп шыққан нан болса, онда жай ғана жұмыртқаға малып та жасай берсеңіздер болады. Гренкилерді жасап көріңіздер, шекермен де, шекерсіз де. Сіздерге қай түрі қаттырақ ұнайтынын міндетті түрде комментарияға жазып, бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналымда шығатын жаңа әрі қызықты рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.